Сәлем шебер ханымдар. Бүгін сіздермен осындай қара сумканың қалай айтса болады, үстінен салмалы, мінекей, көріне ме екен? Осылай істесем көрінеді ау, мінекей, үстінен салмалы ручка тоқуды көрсетем. Бұны біз кез келген сөмке модельді қолдануға болады. Дәл қазіргі уақытта менде осындай мінекей модель сумкада. Яғни мен бұны тоқыдым. Тоқып аяқтаған кезде, жақындаған кезде мен бұл жерде сіздерге осындай кішігірім мастер-класс түсіруді ұйғардым. Яғни бұл жерде осындай салмалы ручка қалай жасауға болады. Мінекей мен ручканың бір жағын жасап тоқыдым. Мен жартысына дейін келдім. Бүйтіп келген кезде мен лескам бітіп қалды. Сосын леска біткеннен кейін ойладым, бұл белгі шығар. Сіздерге осындай кішігірім мастер-класс түсіріп жүрейін деп. Енді қараңыздар, ол үшін мен қазір мына жерден санап жүрем. Мінекей, екеуі екі жағына тең болғандай, мен мына шеттен 1, 2, 3 мойшақтан алып, 4 мойшақтан тоқыдым. Және ке төменге кеткенде 1, 2, 3, яғни 3-те 3 болу керек. Сосын ортасынан алдым. Сіздер өзінің модельдеріңізге байланысты бұндай ручканы мына жақтан салуға болады, тігінен салуға болады, әртүрлі істеуге болады. Оны тағы да бір түсіре жатырмын. Ал енді 3-тен 3-ті мен жерден санап алам. Содан кейін лескамды кіргізетін болам. Яғни бұлай. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Демек, мен мінекей 4-ші мойшаққа кіргізем. Қараңыздар. Артық леска ілініп қапты. Лескамызды теңестіреміз. Көріне ме екен? Леска қарады. Қара фонға түсірейін десем, мойшақтардан кейін көрінбей қалады деп ойлаймын. Енді оң жақтағы лескамызға 3 мойшақты аламыз. Үш мойшақты алып, петля жасаймыз. Сол жақтағы лескамызды кіргіземіз. Бұл әдеттегідей өзіміздің іс-әрекетіміз. Тартамыз. Менде бұл жерде мойшақ 10-дық, 10 мм-лік, леска 6 мм-лік. Қараңыздар, көрінсе ме қалай шықты? Мінекей. Енді біз астына шығып тұрған лескамызды жанындағы мойшаққа кіргіземіз. Мінекей. Енді бізде міне 2 мойшақ бар. Енді үстімізде тұрған лескаға 2 мойшақ кіргіземіз. Түйін жасаймыз. Түйіннен өткіземіз де тартамыз тағы да. Бұл жерде түйініміз ортада болған мұқият қараймыз. Енді қараңыздар, астында тұрған лескамызды, мойшағымызды, мінекей, астында тұрған лескамызды мына жанында тұрғанға өткіземіз. Яғни көлденең кетеміз. Енді үстіндегі лескамызға 2 мойшақты аламыз. Түйін жасаймыз. Түйін жасағаннан кейін сол жақтағы лескамызды кіргіземіз де тағы тартамыз. Міне көрініп тұр ма, шыққан нәрсе осылай шығады сонда. Міне үстінен қарағанда. Бұл әрине басында сізге түсініксіз болады. Содан кейін сіз өзіңіз түсінетін, суреті шыққаннан кейін түсінікті болады. Қараңыздар, енді астыңға шыққан мінекей, астына шығып тұрған лескамызды
жанындағы мойшаққа кіргіземіз, және үстіндегі көлденең тұрған мойшаққа бір кіргіземіз. Қараңыздар, міне астына бір кіргіздім. Былай астына кіргізген кезде кішкене өздеріңізге қайшымен болсаңыздар болады. Инструменттеріңізбен. Мінекей бұл жерде инструментпен болсаңыз болады. Қазір. Шығардым басын. Тартамыз. Және жаңағы айтқандай мына жердегі мына мойшаққа кіргіземіз. Көрдіңіздер ме? Міне, 3 мойшағымыз бар. Енді бұл жерде біз сол жақтағы лескамызға бір мойшақты алып, түйін жасап, түйін жасаймыз, оң жақтағы лескамызды түйіннен өткіземіз. Мінекей, қатты тартамыз. Көрдіңіздер ме? 4 бұрышты бізде дайын болды. Және үстінде де суретіміз шықты, 4 бұрышты. Енді сол жақта қарап тұрған лескамызды былай жанында тұрған мына мойшақтарға өткіземіз. Өткіземіз де енді мына екі лескамызды, оң жақтағы лескамызды мына жанында тұрған мойшаққа, жоғарыдаққа тұрған міне мойшаққа өткіземіз. Осылай. Міне. Ал астымызда тұрған лесканы біз жанындағы мойшақтарға өткіземіз. Яғни, міне астына бір мойшақ өткіземіз. Бір мойшақтан өткіземіз. Және жанындағы бір мойшаққа өткіземіз. Енді бізде міне екі мойшақ бар. Енді біз жанына тағы да суретіміз аяқталу үшін екі мойшақ аламыз. Түйін жасаймыз. Бұл жерде леска байланып қалады, мінекей. Түйін жасап, мына лесканы, үстіміздегі қалып қойған жалғыз лесканы өткіземіз түйіннен. Мінекей. Енді жаңағы қасымызда қалған лесканың біреуін, мінекей бір леска қалды, жанымыздағы мына жақтағы лескаға өткіземіз. Мойшаққа. Міне. Керісінше қайта айналдырдық өзін. Көрдіңіздер ме? Енді мына жақтан шыққан лескамызды біз жаңағыдай астынан бір мойшаққа өткіземіз. Және көлденең тұрған бір мойшаққа өткіземіз. Міне. Ал мына үстіндегі лескадан біз екі мойшақты алып, түйін жасаймыз да, жаңағы астына шығарған лесканы сол түйіннен өткіземіз.
Көрдіңіздер ме? Біз мұнда суретті аяқтадық. Мінекей. Көрініп жатыр ма сіздерге қыздар? Қандай фонда жасайтынын білмедім да, ақтан жасап жатырмын. Егер түсініксіз болса, комментарийға жазыңыздар. Мен тағы бір мәрте, бірақ басқа мойшақтан көрсететін болам. Мінекей, енді біз астымыздағы шыққан лескамызды қайта айналдырып, өзінің орнына қайтып шығарамыз. Міне. Енді сол жақтағы лескаға бір мойшақты алып, мінекей, төрт бұрышты жасау үшін бір түйінімізді жасаймыз да, бір мойшаққа өткіземіз. Міне. Қараңыздар, көрдіңіздер ме? Біз мінекей сөмкенің бойымен теңестірдік. Ал енді біз оны мына ручкамен қосуымыз қажет. Осылай. Ол үшін біз қалай істейміз? Сөмкемізді былай көтерсеңіз, сізге көрініп тұрады сурет. Көрдіңіз бе? Мінекей, төрт бұрышты. Жақтады көрсетейінші. Мінекей. Енді ол үшін біз үстіміздегі лескаға, оң жақ қолдағы лескаға 3 мойшақты аламыз. Соңғы мойшаққа түйін жасаймыз. Жандағы лескаға аламыз. Түйінге кіргіземіз де тартамыз. Ал астындағы лесканы жандағы мойшаққа өткіземіз. Көрдіңіздер ме? Енді үстіндегі лескаға 2 мойшақ алып, түйін жасаймыз да. Түйінге мойшағымызды кіргіземіз. Мінекей. Көрдіңіздер ме? Ал астыңға шыққан лескамызды жанында тұрған мойшаққа кіргіземіз. Ал үстіндегі лескаға 2 мойшақты кіргізіп, дәл солай түйін жасаймыз. Түйіннен өткіземіз. Енді бұл жерде біз астыңғы шыққан лескамызды, мына лесканы жаңағыдай біз жанында тұрған мойшаққа бір өткіземіз де. Астында жатқан, көлденең. Енді тік тұрған мойшаққа бір өткіземіз, міне бұл жердегі. Және сол шыққан мойшаққа біз түйін жасаймыз. Міне. Тартамыз. Ал енді біз осы біздің ручкамызды жаңағы мына екеуін бірге қосамыз. Көрдіңіздер ме? Ол үшін бізге керек жаңағы біздің лескамыз, мына біздің ручкамыздың ішіндегі жағынан бір мойшаққа кіргіземіз, қарап аламыз, екеуі бірдей болғандай. Ол үшін біз бір мойшақты өткізіп аламыз бірінші. Бізге суретті аяқтау керек қой.
содан кейін керісінше кіргіземіз. Бұл жерде сіздер өздеріңіз тоқып жатқан кезде түсінікті болады да. Мінекей. Ал дәл сол лескаға тағы да бір мойшақты алып, түйін жасап жүреміз. Сол түйінге жалғыз лескамызды кіргіземіз, мойшақсыз тұрған лесканы. Сосын қатты тартамыз. Мінекей. Ал лескамызды жанында тұрған мінекей бір мойшаққа өткіземіз. Екінші лескамызды оның қасындағы тұрған бір мойшаққа өткіземіз. Міне. Енді оң жақтағы лескаға бір мойшақты алып, түйін жасаймыз да. Сол түйінге лескамызды, мойшақсыз тұрған лескамызды өткізіп, қатты тарту керек. Сол кезде, мінекей көрдіңіз бе? Сол кезде бұл екі ара қосылады. Мінекей. Автоматты түрде тартылды. Ал енді біз оны аяқтауымыз керек. Бұл жерде бізде аяқталған жоқ. Мінекей. Көрдіңіздер ме? Бос орын бар. Ол үшін біз жаңағыдай әдеттегідей оң жақ лескамызды жанындағы мойшақтан өткіземіз. Сол жақ лескадағы жанындағыны өткіземіз. Сол лескамызға бір мойшақты алып, түйін жасаймыз да. Лескамызды кіргізіп, мойшақсыз тұрған лескамыз кіріп, түйінімізді қатты тартуымыз керек. Қаспен тартып алайын. Міне, біздің ручкамыз аяқталды. Енді лескамызға біз закрепка жасаймыз. Қайта бір айналып шығайық. Бұл жерде айналып шығасыздар өздеріңіз мінекей. Екіншісінде закрепка шығарып, закрепка жасап, мен бұл жерде екі лесканы бір жерден шығардым да, бір рет байлайым. Бұндай закрепканы тек онтық мойшақ болған кезде ғана жасау керек. Қатты тартасыздар. Және екінші рет байлаймыз. Екінші рет байлағанда да қатты тарту керек. Ал мінекей тарттым. Енді осы біздің лескамыздың бір жақ шетінен біз кіргіземіз да. Жаңағы жасаған түйшектеген орнымызды, мына түйінімізді сол мойшақтың ішінен кіргізіп жібереміз. Бұны біз қатты тартуымыз керек. Қазір мен тартып алайын. Міне көрдіңіздер ме? Түйшектегеніміз кіріп кетті. Енді біз артығын қиып тастаймыз. Міне. Сөмкеміз аяқталды, қыздар, қараңыздар. Осындай жоғарыда тұратын, жеке тұратын ручка салынды.
көлемді әдемі ручка болды. Лайк қосыңыздар, тіркеліңіздер.